Сәлеметсіздер, құрметті оқушылар және құрметті ұстаздар. Бүгінгі мінекей бастауыш сынып оқушыларының оқу жылдамдығын арттыратын әдіс-тәсілдер ашық сабағыма қош келдіңіздер. Жалпы бастауыш сынып оқушыларының оқу жылдамдығын арттыру дегеніміз не? Жалпы сол туралы бүгін мағлұмат алатын боласыздар. Сәлем сөздің анасы. Мен бүгінгі сабағымды Бауыржан Момышұлы атамыздың сөзімен бастағым келіп отыр. Тәртіп бар жерде әдеп бар. Ол кім Бауыржан Момышұлы? Кім екенін білесіз бәріңіз? Ол кім? Кеңес одағының батыры, қолбасшы, және өзі зейнетке шықса да құр отырмай сендерге арнап, балаларға арнап, өлең, әңгімелер жазып отырған екен. Бауыржан Момышұлы қайда туылып өсті? Жуалы ауданында туылып өсті, Бауыржан Момышұлы өте әскерде де, өмірде де қатаң тәртіп, темір тәртіп талап етіп жүрген кісі. Мінекей қараймыз. 1910 жылы дүниеге келген 24 желтоқсанда. Тәртіп бар жерде әдеп бар екен, балалар. Ал әдеп бар жерде не бар? Білім бар. Білім бар, әдеп бар жерде. Сондықтан мен сіздерге айтамын. Әрдайым өзімізге сыни көзқараспен қарауымыз керек. Және әрбір ісімізге жауап беруіміз керек. Өзімізге өзіміз бір күндік есеп беруіміз керек екен. Бүгін біз не істедік, не қылдық? Әрбір адамның жақсы істері болады, жаман істері болады. Солардың біз қандай ісін бойымызға сіңіреміз? Жақсы істерін бойымызға сіңіреді екенбіз. Жақсы. Жылдам оқу не үшін қажет деп ойлайсыңдар, мысалы сендер? Не үшін керек бізге жылдам оқу? Кім айтады? Не үшін керек екен? Яғни үй тапсырмасын жылдам орындаймыз, одан кейін уақытты үнемдейміз. Ал уақытты үнемдеген баланың несі болады? Бос уақытысы болады. Ал бос уақытын біз сізге айналысуға болады екен. Және міндетті түрде балалар, ол артикуляция дегеніміз дыбыстарды дұрыс дыбыстай алу. Кейбір үлкен адамдардың өзін түсінбейсіңдер. Не айтып жатыр екенін түсінбейміз, Өйткені олардың дыбыстау кезінде артикуляциялық жаттығуларды орындамағандықтан олар дұрыс дыбыстай алмайды екен. Кәдімгі бәріміз бір-екі жаттығуын орындап жіберейік осы жерде. Қазақтар таңдайыңды тақылдатпа деп айтады, бірақ бізге бұндай жаттығу жасауымыз керек. Кәдімгі ат деген артикуляциялық жаттығуды жасайық. Бұл, яғни сабақ барысында нені орындап отыруымыз керек екен. Және тарап дейтін артикуляциялық жаттығу бар. Ол екі тісімізбен тілімізді тарап шығарамыз. Тарап шығарамыз. Қатты жақсылап істейміз. Тараймыз. Тарап шығарамыз. Жақсы. Жалпы артикуляциялық жаттығуды түсіндік па? Түсіндік па? Жақсы. Ары қаратай көздің қамту аймағының кішкентайлығы. Біздің көзіміздің көруіміз, көзіміздің қамту аймағы балалар кішкентай. Біз оқығанда былайынан буындап, былай деп оқимыз, қайтадан бүйтпей оқимыз. Сондықтан оны біз не істеуіміз керек екен? Көзіміздің қамту аймағын үлкейтуіміз керек. Неғұрлым көзіміздің қамту аймағы үлкен болса, соғұрлым оқу жылдамдығымыз біздің артады екен. Және назарды ұстай алмау. Балалар, назарды ұстай алмау дегеніміз қазір барлықтардың ойларыңыз шашыраңқы болып отыр, зейіндеріңіз жан-жақта. Мысалы біреу, ой, каникул кезінде кинотеатрге шақырып тегі, мен шуға кететін едім, немесе қарным ашып сөйлеп тұрмын деп шашыраңқы болып тұрады, ойымыз. Соны біз сабақ барысында да бір жерге шоғырлай білуіміз керек. Осындай жаттығулар жасау арқылы. Мысалы, ұстаздарда да қазір сондай ойлар болуы мүмкін. Сондықтан ұстаздарды да, оқушыларды да қазір мен бар сіздердің зейіндеріңізді бір жерге шоғырлап, назарларыңызды тек қана маған және менің сабағыма аудару үшін сіздермен жаттығу жасаймын. Жылдам оқу дегеніміз ол мен бағана айтқандай ең соңғы процесс. Оған дейміз есте сақтау қабілетті арттыруымыз керек, сөздік қорымызды молайтуымыз керек. Бағана айттым, көздің қамту аймағына жаттығулар бар, пирамида, шульте кестелері бар. Солардың барлығын орындаймыз. Артикуляция жаттығуларын түсіндірдім. Енді тыныс алу. Тыныс алған кезде балалар сендер қалай тыныс аласыңдар? Деміңді ауаны ішімге жұтып қайтадан шығарайықшы. Мұны байқаса, бетеміз бізде. Неміз көтеріледі біздің? Иығымыз көтеріледі, бірақ ол дұрыс емес екен. Бәріміз қолымызды ішімізге ұстаймыз. Сіздер де ұстаңыздар.
қолдарымызды ішімізге ұстаймыз да, тыныс алған кезде біз ішіміз шығып және кіру керек. Яғни осындай жаттығулар жасау арқылы біз оқу жылдамдығымызды арттырамыз. Яғни біз ішімізде демді ұзақ ұстай алған бала ғана жылдам оқи алады. Түсіндік пе? Одан кейін бар жылдам ойлану. Енді бұл тапсырмалардың ішінде барлығында минут. Қанша минутта оқыдың, қанша секундта оқыдың, яғни жылдам оқуға баулиды балалар. Одан кейін барып, ең соңғы процесс, мына 6 әдіс тәсілдердің бәрі біткеннен кейін баланың өзі ақ жылдам оқиды. Түсіндік пе? Ол үшін графикалық диктант кабинетіндегі Жүсіп ханым, осы ханымның сабағы бойынша мен жүріп отырмын. Графикалық диктант жасаймыз. Қазір мен енді сіздерге бірден қиыннан жасамаймын, себебі қандай нәрсе жасасақ та біз оңайдан жасауымыз керек. Сондықтан барлығымыз нүкте белгілейміз. Сіздер де, құрметті ұстаздар, бір нүкте белгілейміз. Қазір мен сіздерге оңайынан бастайын. Бұл бәрібір болады екен. Яғни, мына жерден бір нүкте қоясыздар. Мына жерге. Тор көздердің қиылысқан жеріне бір нүкте қоямыз. Қазір кімнің зейіні қаншалықты мені тыңдап кеткен, менің назарымда екенін көреміз. Нүкте қойдық па? Қой нүкте. Тек қана мені тыңдаймыз. Нүкте қой. Жақсы. Олай болса, ал кеттік, бастаймыз. Кәдімгі қай топтың графикалық диктанты керемет шығады екен, дұрыс шығады екен, мына жерден бастаймыз. Сіз таптыңыз. Мейлі. Бұлайынан қоямыз, дұрыстап, мына жерден бастаймыз. Бастадық па? Енді тыңдаймыз. Оңға бір тор көз. Болған бала басын көтереді. Төмен бір тор көз. Төмен біреу. Оңға біреу. Төмен біреу. Оңға біреу. Орындаймыз. Оңға біреу. Жарайды. Төмен біреу. Оңға біреу. Төмен ба? Төмен біреу. Пайдасы мынандай. Есте сақтау қабілетімізді дамытады, біздің миымызды шынықтырады. Сіздер білесіздер балалар, тыңдаймыз. Бізде миымыз екі бөліктен тұрады, сол жақ және оң жақ деген бөлігі. Осыны шынықтырады және жаңадан алған ақпаратты, сабақтарымызды, жаңа ақпаратты тез қабылдап, оны қорытуға, ары қарата жұмыс жасауға мүмкіндік береді екен. Түсінікті ме? Мынау нейрогимнастикалық жаттығулар. Енді мен сіздерден тағы да оңайдан бастағым келіп тұр. Балалар, оңайдан бастап көрейік, кәдімгі жасап көрейік. Бәріміз оң қолымызда бас бармағымызды көрсетеміз. Бас бармағымызда және сол қол бас бармақ. Яғни біздің миымыздың екі бөлігінде жұмыс етуге дайындап тұрмыз. Оң қолымызды төмен, осылай кезек-кезекпен төмен жабамыз, ашамыз. Яғни біздің қазір миымыздың екі жақ бөлігінде жұмыс атқарып тұр. Көрдік пе? Бұл оңай тұр екен. Енді бас бармақ көтереміз және шын ашақ. Бас бармақ, шын ашақ. Бас бармақ, шын ашақ. Бас бармақ, шын ашақ. Бірінші біз оң қолымызды үйретіп алайық. Бас бармақ, жасаймыз әлбіз. Бас бармақ, бір қолмен үйретіп алайық. Шын ашақ. Бас бармақ, шын ашақ. Енді сол қолымызды үйретіп алайық. Бас бармақ, шын ашақ. Бас бармақ, шын ашақ. Енді екеуін бірге. Екі мидың екі жақ бөлігі жұмыс атқарсын. Бас бармақ, шын ашақ. Дайындаламыз осылай. Қолымызды көтереміз міне. Бас бармақ, шын ашақ. Енді екеуін ауыстырамыз. Ауыстырамыз екеуін. Санжар, екі қолмен жұмыс жасаймыз. Бас бармақ, шын ашақ. Бас бармақ, шын ашақ. Мінекей орындаймыз осылай. Кәдімгі
келсін. Орында жатырмыз ба? Бұл өте қарапайым сүрі. Ал мен осылай үйренеді екенбіз, қызықты екен? Жақсы. Енді мынау бізде не? Лайк. Ал жарайды осында қойдық. Біздің сүйікті нейрогимнастикалық жаттығуымыз. Лайк капитан. Лайк капитан. Лайк капитан. Лайк капитан. Жылдам орындаймыз. Тамаша. Енді тағы да бір түрін көрсетейік. Яғни сабақ барысында мен бағанағы айтып өткен оқулықтарым, мен бағанағы оқуға үйрету 6-7 жас арналарға арналған 2 кітап жасаймыз. Зейінді дамыту тренингтерін жасаймыз, оқу жылдамдығын арттыратын жаттығуларды да жасаймыз. Мұны бағанағы айтқанымыз біздің есте сақтау мен жылдам оқу егіз. Жылдам оқи алмаймыз егер біздің есте сақтау қабілетіміз жоқ болса. Ал есте сақтау қабілетін дамыту үшін түрлі жаттығулар, тренингтер жасауымыз қажет екен. Мінекей, есте сақтау біздің миымыз, миымыздың сол жақ бөлігі бізде, мысалы біз оң қолмен жазамыз, оқимыз, есеп шығарамыз, алгоритм, барлығы осының бәрі біздің сол жақ миымызда жүзеге асып жатады. Есеп, алгоритм, дәлел, жазу, оқу, осының бәрі біздің сол жақ миымызда жүзеге асып жатады. Ал оң жақ миымыздың біздің шығармашылықпен айналысады. Образды ойлау, қиял, арман, креативті ойлану, осының барлығы біздің оң жақ миымызда жүзеге асып жатады. Түсінікті? Енді біз аса шығармашылыққа мән бермейміз, сондықтан бұл жалқауланып қалған бұл. Сондықтан біз оны оятуымыз керек. Екі миды бірдей жұмыс жасату үшін арнайы жаттығуларды жасасақ солай болады. Ол үшін мінекей, біздің сол жақ миымыз оқиды әр уақытта, ал оң жақ миымыз біздің түсті ажыратады екен. Сондықтан мынаны қазір тек қана түсін ажыратқанымыз оқымаймыз. Ол қазір қандай тастаманы береміз? Сандердің орны ашық. Сіздердің қазір тек қана түсін айтамыз. Қаршығаны тыңдайшы. Қолындарын алды, қаршыға қолындарын алды, оқып бері. Түстерін айтып бері. Сөйде тұра берсін айта берсін. Күлгін, сары, көк, қызыл, сары, жасыл, сары, қызыл, күлгін, жасыл, сары, қара, ақ, сары, көк, қоңыр, көк, сары, сұр, жасыл. Керемет. Сары, жасыл, сары, қызыл, көк, сары, күлгін, жасыл. Күлгін емес, оқымаймыз. Ақ, сұр, жасыл, қызыл, сары, күлгін, қоңыр, қызыл, көк, сары, жасыл, қызыл, сары, күлгін, жасыл, қоңыр, көк, қара, сары, қызыл, сары, жасыл, күлгін, көк. Бала, креатив дегеніміз ол шексіз. Шексіздік. Кәнеке, мына крестиктер дейміз, икстарға кім қанша сурет салыр, кімнің креативі қандай екенін көрсетеді. Қара, икстар саласын. Андай икстар ассоциировать етіп отырамыз. Мысалы, сендерге мына біз өлеңді жаттап көрейікші қазір. Қадыр Мырза Әлидің көкөріс. Бояуы мол табиғат, бар өнерін төккендеп, көрген көзге ақиқат, көкпенбек. Енді осы бояуы деген кезде қай суретпен ассоциировать етуге болады?
яғни нені алуға болады? Түстерді алуға, акварель краскасын алуға болады екен, иә? Міне. Осы бояуы деген сөзді мына суретпен ассоциировать етеміз. Бояуы есімізге сақтап отырамыз. Мол деген кезде шексіздік немесе бір шелек тола сүт, немесе шелек тола су, мол деген мағынаны білдіреді. Табиғат деген кезде кейбіреудің артына ойлауына тал елестейді, кейбіреуін жарайды айталы, әрбей айталы, қарамай айтамыз. Жүрді тұрып айтайық. Есімізде не қалды? Бояуы. Мол табиғат. Ары қарата? Бояуы мол табиғат. Белгі тұр. Ұстанаты тұр. Бар өнерін төккен кем мынау не? көрген Көзге. ақиқат көкөмек. Жақсы. Сіздерге мынандай тапсырма. Дүкенде доп көп болыпты. Ассоциация арқылы жаттаймыз. Ақ доп көп болыпты. Ақ доптан көк доп көп болыпты. Енді мына қарақтарымызды аламыз. Дүкен деген кезде қандай суретпен ассоциировать етіп тұрсыңдар? Елестетіп тұрсыңдар? Үйдің суреті, д деп жазып қойса болады. Дүкен саламыз, үйдің суретін, дүкеннің суретін саламыз. Тез келген қаламмен сала бермей. Бірақ бұл жерде қараңдар, ақ доп, көк доп. Көк түсті деп пайдалансаңдар болады. Дүкеннің суретін саламыз. Доптың суретін саламыз. Және көп деген кезде көп доптардың суретін саламыз. Майда доптардың суретін сап тастаймыз. Болыпты деген кезде бағанағыдай ұстанатын болып қосыңдар болады. Болып. Дүкенде доп көп болыпты. Ақ доп көп болыпты. Ақ доптан көк доп көп болыпты. Енді қо деген кезде не істейміз? Оң қолымызды көтереміз да ж деп айтамыз. С дегенде сол қолымызды көтереміз да м деп айтамыз. М деп айтамыз. Анаған қараймыз. Санжар артына қарап отыр. Б деген бірге екі қолды көтереміз да а деп көріп тұрмаңыздар оқиды. Қатты. Су болмай қарлығаштар шөлдеп көк Ағаштар қурап күздер толып қалды. Қалжыраған сары құстар қалжыраған құстар желден ақыл сұрапты. Желмен тисе күнге бітеді. Күн жердегі суларды қатты қыздырады. Су түйіршіктері буға айналады. Аспанға бу көтеріледі деп су түйіршіктері бірігіп болады. Жел бұлтты қуалап, су түйіршіктері жаңбыр болып жауады. Жер тыныс алады. Шөліп қандырған құстар да өсімдіктер де жатады. Демек, өте керемет болып берді. Енді осыны бірнеше қайталаған баланың оқу жылдамдығы артады. Мына жерде мысалы суретпен беріліп оқып алғаннан кейін мұныкі мына жерде суреті жоқ мәтін. Бала қайсысын қызығып оқиды? Әрине суреті бар қызығып оқиды. Содан кейін барып мынаны оқытып жіберсек, ол зуылдатып оқиды екен, иә? Тамаша, мінекей. Оқиын десе, кім оқып бере алады? Біреуін ғана оқиды болсын. Мағалда оқысыңдар еді. Кім оқиды сендер? Санжар. Сен оқы. Қалай оқиды? Кезегі Дос, мектепті? дос тен мектептен қайтты. Қызу әңгімелесіп тым көңілді келеді. Жылдам оқу қорабы. Бұл жылдам оқу қорабының ішінде мынандай тапсырмалар бар екен. Мінекей қазір сіздер өздеріңіз көргендей суретпен мәтінді оқу. Мен бағана айтып отырған шульте кестесі дегеніміз мыналар. Бұл үлкені ең кішісінен бастаймыз. Мысалы, қаршығадан бастаймыз. Мынандайдан. Бұл жерде тек қана ортасына қарап отырып, жан-жағында сандарды айтамыз.
Одан үлкейе келе мінекей. Көлемі үлкейе. Бұл біздің көзіміздің қамту аймағын кеңейтеді. Мысалы, әлібейдің жасы келген кезде, мысалы, осыны үлкен оқимыз, одан кейін үлкейе келе, одан да үлкен көлемді. Одан да біздің көзіміздің қамту аймағы осылай кеңейтетін тапсырмалар, жаттығулар. Содан кейін бізде, мысалы, өлең оқыған кезде балалар мәнерлеп оқи алмай жатыр. Мәнерлеп, өзінің эмоциясын шығарамай жатыр. Соған арналған мынандай тапсырмалар бар. Эмоциямен оқу.